Менің атым Асқар Естайұлы. 50 жасқа толған кезімде 2016 жыл мен қатты сырқаттанып ауруханаға түстім. Ақ халатты жандардың арқасында Алланың көрсетер жарығы бар екен мен үшін. Дәрігерлердің айтуынша қан қысымым 200-ге дейін көтеріліп, жедел жәрдем көмегімен ауруханаға түнгі 1-лер шамасында республикалық ғылыми зерттеу орталығындағы ауруханаға алып келіп, бірден менен қан алып, талдаулар жасалды. Нәтижесінде жүрек қан тамырлары қабырғаларындағы, оның ішкі қабатындағы қан ұю әсерінен қан қысымы пайда болған екен. Яғни тромб пайда болды менің ішкі ағзаларымда. Дәрігерлердің адалдығының, жіті қимылдап, жұмыстарына жауапкершілікпен қарауының арқасында таңғы сағат 9-дар шамасында мені ота жасау бөлмесіне төсекке әкеліп жатқызды. Әрине, мұндай жағдайларда досыңның түгілі жауыңа да тілемейсің ғой. Бұл жағдайға дейін аурудың не екенін білмегенмен көзім бақырайып, бір нәрсе ойлауға да ешқандай шамам келмей қалды. Мұндайды тек қана көгілдір экраннан ғана көрген мен, яғни төбеде жарқыраған шамдар және мониторлар ілініп тұрғанын көріп абдырап қалдым. Бір ғана есімде қалғаны, дұғамды қайталап жатқаным ғана есімде қалыпты. Қанша уақыт жасалғанын білмеймін. Көзімді ашсам, алдында бас дәрігер Беглан мырза, дәрігер және 3 медбике ханымдар шын көңілдерінен күлімсіреп мені құттықтап тұр екен. Олар шығып кетті құттықтап. Мен ештемені түсінбеппін. Қайта жатырмын, неге бұлай жатырмын? Аппақ ақ қабырғалар, аппақ ақ шамдар, үстіме жабылған аппақ мата, құтты бір басқа әлемде жүрген сияқты әсерде жаттым. Неге бұлай жатқанымды, ота жасағанын түсінген болуым керек. Көзімнен қуаныштың жасы тоқтамай ағып жатты. Аллаға мұттаған шүкіршілік айтып жатып, көңіл сәл болса да орнына түсіп ұйықтап кетіппін. Алланың қалауымен оңалту бөлмесіне де ауыстырылдым. Дәрігерлер бір шоқ дәрі-дәрмекті тағайындап, 1 жылдай дәрілерді ішіп тұруымды ескертті. Әрине, өмір сүргің келсе ішесің ғой. Бір 7-8 айдай дәрілерді қабылдап жүріп, бір күні маған осы бір дәрілердің ішкі ағзама кері әсерін тигізіп жатқанын сездім. Мен дәрігерге барып арызымды айттым. Дәрігер мені тексеріп болып, жарайды, мына жерде 1-2 дәріні уақытша ішпей тоқтата тұруын ескертті маған. Біраз дәрілерді тоқтатқаннан кейін маған қайта уайымдар көбейді. Осылай ауру болып қала беремін ба, немесе дәрілерді ішуді жалғастыра берейін ба деген ойлар мазалай берді. Не істеймін? Ары қарай қалай? Не істеуге болады? Осы ой мені мазалады. Осындайда сені түсінетін жұбайым және бала-шағаларым ғана жақын болады екен. 40 жылдай отасқан, барлық қиыншылықтарды, ыстық суықтарды, қуаныштарымызды бірге өткізіп келе жатқан Алланың маған берген сыйы, балаларымның асыл анасы, немерелерімнің алтын әжелері, жұбайым Сандуғаш, отағасы, сәл сабыр сақтаңыз. Барлық аурулардың емі қимыл қозғалыстан тұрмай ма? Бұлай уайымдауды қойыңыз. Қазірден бастап тұрыңыз, таза ауада серуендеңіз, көп жүріңіз деп маған бір жақсы ойларын айтты. Әрине, бізде мақал бар емес пе? Ауырып ем іздегенше
ауырмаудың жолын ізде деген. Сол күннен бастап өзімді дайындап, шыңдап, мінез қалыптастырдым. Ал мінез әдетке айналды. Иә, бізде еріншектік, жалқаулық желкемізден басып тұрады екен. Осының бәріне қарсы тұрып, күресіп, үйрену керек екеніміз бізге. Көбіне сылтауларымыз да көбейеді. Бүгін істеймін, ертең істеймін деп күнде ары күнге жаңағы қалдырып қоя береміз. Сондықтан менің айтайын дегенім, сол күннен бастап таң ертеңнен күніне кемінде 5 шақырым жүремін. Өйткені қол жетімді, әрі біздің замандастарымызға ең оңтайлысы осы жүру керек екен. Дене әбден қимылға үйренгеннен соң түрлі жаттығулар жасаймын. Жаттығу әрине адамзатқа белгілі ғой, пайдасы өте зор екені. Сондықтан құрметті замандастар және кейінгі өскелең ұрпақтарымыз, баршаңа салауатты өмір, көтеріңкі көңіл күй сыйлаймын. Әрқашанда ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Қорыта келе айтарым, жұрттың көбісі қазір қалада тұрады. Жұмыстан келеміз, диванға жатып, теледидар алдына жайғасамыз. Өмірімізді осылай өткізіп жатырмыз. Шынында да тұрақты қозғалып, денесін шынықтырып жүрген адамның рухы мықты, дені сау болады екен. Оны жасамасақ, қимыл болмаса, қирандаған қарттық күтіп тұр. Ал құрметті көрермендер, жаңа видеоларымызды жіберіп алмаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар.